Барлықтарыңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен осындай тез жасалатын, жаңғақ пен шоколад қосылатын печеньенің рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге қажет заттар: сары май, қант, жұмыртқа, ұн, тұз, қопсытқыш, кукурузный крахмал және шоколад пен жаңғақ. Алдымен ыдысымызға қант пен сары майымызды салып, араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін жұмыртқа, ұн және жаңағы тұз, қопсытқыш, кукурузный крахмалды қосып, жақсылап араластырамыз. Барлығы біріккеннен кейін қолымызбен илейміз. Ең соңында шоколад пен жаңғақтарымызды қосамыз. Енді осылай қасықтың көмегімен аз-аздан ала отырып, пергамент қағаздың үстіне тізіп шығамыз. Алдын ала 180 градуста қыздырылған пешімізде 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Осымен біздің печеньеміз дайын болды. Егер осы рецепт ұнайтын болса, менің каналыма тіркеліп, келесі жаңа рецепттерді көру үшін қоңырау белгісін басып қойыңыз. Өте жұмсақ болып піседі, әрі өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.